Сәлеметсің бе, Али? Қазір қазақ тілі сабағы. Тақырыбымыз жуан және жіңішке дыбыстар. Кестеге назар аудар. Дауысты дыбыстар қазақ тілінде 12. А, Е, О, Ö, Е, О, О, Ö, И, У. Жуандарға жататындар А, О, У. Жіңішке дауысты дыбыстарға жататындар Ә, Ö, Е, И, У. Осылайша қазақ тілінде дауысты дыбыстар жуан және жіңішке болып бөлінеді екен. Осы таблицаны есіңе сақтап ал. Енді тапсырмаларға назар аударайық. Бірінші тапсырмада сөздерді буынға бөліп жазу керек, және жуан дауыстылардың астын бір сызықпен, жіңішке дауыстылардың астын екі сызықпен сызып белгілеуіміз керек. Бірінші сөз бала. Буынға бөлеміз бала. Назар аударайық, дауысты дыбыстарды атап көрейік. А. Бұл сөздің астын бір сызықпен сызамыз. Біз білеміз, сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Келесі сөз ата. Дауыстыларды атайық. А. Буынға бөлейік. А-та. Екі буын бар. Астын бір сызықпен сызамыз, өйткені А олар жуан дауысты дыбыстар. Келесі сәби. Дауыстыларды қарайық. Ә-и. Буынға бөлеміз. Сәби. Екі буын бар екен. Астын екі сызықпен сызамыз, өйткені ә және и жіңішке дауысты дыбыстарға жатады. Осылайша барлық сөздерді буынға бөліп, астын сызып шығамыз. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Өлеңді оқы, өлеңдегі дауысты дыбыстарды көшіріп жаз, өлеңдегі дауысты дыбыстарға ғана әндетіп оқы. Әрқашан күн сөнбесін, аспаннан бұлт төнбесін, қасымда болсын анам, болайын мен де аман. Жақсы. Тек қана дауысты дыбыстарды көшіріп жазайық осы өлеңнің ішінен, және менің артынан қайталап оқы. Ә, А, О, Ö, Е, А, О, Ö, Е, А, У, У, Е, А. Жақсы. Оқып болсақ, келесі тапсырмаға назар аударайық. Сөздерді оқы, бірыңғай жуан дауысты дыбыстары бар туыстық қатынастарды білдіретін сөздерді теріп жаз. Туыстық қатынастарға кім жататынын білеміз, ана, әке, ата, әже, бауыр, қарындас, іні, сіңлі, жеңге, аға, тағы да басқалар. Енді бірінші сөзді қарайық. Ата. Туыстық қатынасқа жата ма? Жатады. Дауысты дыбыстарды оқиық. А. Оны көшіреміз бе? Көшіреміз. Жуан дауысты дыбыстардан тұрады. Шам. Туыстық қатынасқа жатпайды. Әке. Е жіңішке дауысты дыбыстардан жасалынған. Көшірмейміз, сол себепті. Әпке. Тағы да Е дауысты дыбыстары жіңішке, демек оны жазбаймыз. Келесі сөз нағашы. А. Көшіреміз бе? Көшіреміз, өйткені жуан дауысты дыбыстардан жасалған. Үстел. Туыстық қатынасқа жатпайды. Бұл зат. Жеңге. Жіңішке. Ұшақ. Туыстық қатынас емес, бұл зат. Бөле. Е жіңішке дауысты дыбыстар, көшірмейміз. Жиен. Е жіңішке дауысты дыбыстардан жасалған, көшірмейміз. Жез. Жатпайды. Құндыз жатпайды. Іні.
жіңішке дауысты дыбыстардан жасалған. Демек, оны көшірмейміз. Қарындас. А, А. Жуан дауысты дыбыстардан жасалған. Көшіреміз, е? Құрдас жатпайды, сыйлы жатпайды, қонақ жатпайды, қарлығаш жатпайды, көрші, жыршы, туыстық қатынасқа жатпайды. Демек, біздің көшіретініміз ата, нағашы, қарындас. Ал әлі бүгінгі біздің тақырыбымыз жуан және жіңішке дауысты дыбыстар болды. Саған бүгінгі тақырып түсінікті деп ойлаймын. Бүкіл тапсырмаларды қиналмай орындайсың. Жоғарыда екінші тапсырмадағы өлеңді жаттап ал, таблицаны жаттап ал, жуан және жіңішке дыбыстарды ажырата аласың деп ойлаймын. Келесі сабақта кездескенше сау бол. Жасаған тапсырмалардың барлығын фотоға түсіріп, маған жібересің, жақсы ма? Сау бол.